Енді біз 20 мыңнан енді әркім қожалық өзінің жағдайына қарап үшіншіні төледі ғой. Ал күнде осы айда 15 мың қосылып отыр. Осы жетпейсіз бізге. Басқа ештеңе. Енді ол бойынша да айттым, отырмыз енді. Сабыр сақтап, бір-бірін сыйлап әңгімелесейік. Бұл желтоқсан айы мен ноябрь айын салыстыруға болмайды ол. Дұрыс па? Бір сұрақ айтып кетейін. Ноябрь айында 60 градусқа қойып қойын, декабрьде 60 градусқа қойып қойын. Ноябрь айында 15 мың декабрь айында 30 мыңға шығып. Мен енді ол бұлардың адвокаты емес шын айтқанда. Мен бірақ жаңағы ақиқатты ашылсын да, дұрыс па? Сол үшін біз ана кімді басқа екі мекеме бар біздің ауданда осындай газдың несімен қамтайды. Тәуекел, газ сервис холдинг па? Солардың абоненттердің төлеген несін көтерейік. Сіздермен салыстырайық. Егер Сигманікі олардан асып кетсе, онда шынында да бұл жерде бір махинация бар. Қазір оған енді біз көзіміз жетпей сырттан жағын не қыламыз, тоңышып. Мен енді сіздерге айтып отырмын ғой, мен қазір тапсырма бердім ЖКХ-ға, олар анализ жасайды жаңағы. Сол мекемелерден Қырғауылда тұрамын, әке-шеше түсіп. Бұл жерде тәуекел. Отырсаңыздар ше. Сондықтан өзіңізді үйіңізбен салыстырсаңыз біледі екенсіз. Енді былай ғой, үйде отырып, мен қазір мына кабинетте отырып айтамаймын жаңағы. Счетчигі дұрыс көрсетіп па, дұрыс көрсетіп па. Ол үшін жағы мен айтқандай жұмысты атқарайық. Екіншіден, жай мысал ретінде бір осы өздеріңіздің 4-5 үйдегі счетчигін шығарайық та, поверка жасатайық. Поверка деген тексеріп жаңағы. Өтірік көрсетіп жатыр ма, шын көрсетіп жатыр. Кім жаңағы? Көп ақша емес, бәрі. Енді айтып отыр ғой кісілер, счетчик дұрыс көрсетпейді. Тут счетчики у всех людей, что ли, неправильно? Скажите сейчас. Біздің ауылдың жаңағы бағанада айтып отырмыз ғой, үштерек шамалған осы ауылдардың тарихы неге бөлек. Одан кейін жаңағы сіз айтып отырсыз, бұл жаңағы газовый хозяйствоның бастығы іштеме шешпейді, оның бастығы басқа жақта. Ол басқа жақта бастық болатын болса, ойына келген бағасын сонда бізге қойып отыра береміз ол. Одан кейін мына осы басқа ауылдарды айтпай ақ қой, мен өз ауылым Шамалғаннан айтайын. Мына газға қосылу нәтижесі деген бұның бағасы деген енді сұмдық енді. 450 мыңнан бастап міне қалып отыр, 750 мыңға дейін жаңа үйге кіргізеді. Сонда оны да айта алмаймыз ба бастығына? 750 мың теңге тұра ма? Осы сұраққа жауап беріңізші. Одан кейін жаңағы тариф неге қымбат бізде? Басқа тарифпен неге бірдей болмайды? Осы біріктіріп беріңіз. Болды, басқа еш счетчик беру, анау мынау керек емес. Ол жаңағы халық айтып отыр. Міне мен өзім газын жаңағыдай Унолюкс деген 4,5-ға қойып қоямын, сол өмір бақи сонда тұра береді. Өткен айда сол 4,5-да тұрған, сол өткен айдағы төлеген төлем ақы 12 мың теңге болған. Осы айда міне мысалы декабрь айында сол 4,5-да тұр, бірақ 20 мыңнан асып кеткен. Неге бұл солай болып тұр? Осы жауап беріңіз. Үйма жауап берсіз сол сұрақтарға. Жауап берейік та, мына кісі сұрақ қойып отыр. Біріншіден, неге әртүрлі тариф дейді? Өйткені осы Шамалған, жердегі екі ауыл осы Сигмаға кезінде бекітіп берген екен. Олар өз қаражатына газ олар тартып жұмыс атқарып, антимонополийдан осындай тариф бекітіп алған. Мысалы жаңағы тәуекел, газ сервис, олар жаңағы басқа ауылдарды қамтиды. Олардың шығындары жаңағы антимонополий тексеріп, басқа тариф бекіткен. Сондықтан ол кезінде сондай шешім қабылданған. Сигма енді қазір осы өткен жол біз осы газовиктермен жиналып, сол кезде осы неге мына Сигманікінің тарифі қымбат болып жатыр дегенде олар айтады. Өйткені оның потребителі аз. Одан 3-4 ауыл ғана. Мысалы жаңағы газ сервисті, мысалы тәуекелде, оларда потребитель көп болғаннан кейін, олар көп адамға шаққанда тарифі төмен болады дейді. Енді біз Сигмаға айттық. Сен онда мына өзіңнің сөз тыңдап қояйық. Егер сұрақ қоятындарыңыз болса, айтып отырмын ғой, шығып микрофон беріп жатырмыз. Орында айқайлап жаңағы не керек ол бізге жаңағы? Оны білмеймін. Мен қазір сіздерге айтайын. Біз Сигмаға мынандай айттық жаңағы. Енді сен жаңағы осы 3-4 ауылмен қазір жүрсің.
Жалпы ары қаратай жұмыс істеуге ниеттерің бар ма жоқ па дегенде олар айтты жаңағы. Біз жаңағы сатып алушы болса, мынаны дайынбыз беруге деп. Бірақ жаңағы сұрап отқан бағалар қымбат. Сондықтан біз қазір былай істеуіміз керек. Оларға біріншіден заңнан тыс бір пайда табуға біз жол бермеуіміз керек. Ол үшін біз жаңағыдай тарифін тексеруіміз керек. Бекіткен тарифі сол нелерін орындап жатыр ма, орындамай жатыр ма? Мен енді 4-ші рет, 5-ші рет айтып отырмын. Біз жаңағы мемлекетімізде бекіткен заңдар бар. Біз заңмен өмір сүруіміз керек. Ол жаңағы сигманы біз қазір тартып аламаймыз да. Ол жаңағы сотқа берсе де, қайда барса да жаңағы оныкі дұрыс болып шығады. Сондықтан біз қазір өз тарапымыздан жаңағы тиісті жұмысты атқарып, осы бекіткен тарифінің орындалуын тексереміз. Сол тарифте бекіткен шығындарды жасады ма, жоқ, қағаз жүзінде жасап, елге жаңағы көз бояушылық жасап, бір өтіп табыс тауып жүр ма? Соны анықтауымыз керек. Ол үшін бір күнде емес, бұл кәдімгі уақыт керек. Бірақ мен сіздерге айттым, егер керек болса, осы біріне қайтадан жиналайық. Осы күнге дейін жаңағы, мысалы, бүгіннен бастап біріне дейін атқарған жұмысты алдарыңызға есеп берейін. Ол өздеріңіз ол енді сіздерге айтайын жаңағы. Қазір енді Құдай сақтасын, ауданымыздан жаңағы енді прокурор жаңадан азамат өшірді атқарып жатыр жұмысын. Мен де жаңағы осы келгеніме 4-5 ай болды. Біздің ниетіміз бұл жерге жаңағы бұрынғыдай басқа бір әрекет жасау емес, біздің ойымыз ниетімізде осы сіздермен бірге жұмыс істеу. Сондықтан ешқандай күмән болмасын, қосылам деген осы топқа адамдар болса қосылыңыздар. Бұл жерде жас үлкен болсын, сол салада жұмыс істеген адамдар болсын, немесе бір экономисттер болады жаңағы, тарихи нені тексере алады. Ол сигмаға барғанда былай ғой, құжат антимонополийдің өзінің нелері бар, кезекте тексерулері болады. Сол бәрін тексеруді жаңағы тіркеп прокуратурада, басқа органдарда. Содан кейін өздеріңіздің жаңағы өкілдеріңізді шақырамыз да, бірге отырып соны бәрін қараймыз. Ол деген енді шын айтқанда, бухгалтерский құжаттардың бәрін тексеру оңай жұмыс емес, істеген адамдар біледі. Содан кейін бұл жерде жаңағы тағы бір сізге айтайын, тағы да қайталағым келеді. Газдың несі жаңағы қымбат болып төлемей қояйын деп, ертең газсыз қалып қалмайды. Бұл кісілер айтып отырмын ғой, бұл кісілер бизнесмендер ғой жаңағы. Ертең газ аламай қалдым деді, отырады алақан жайып. Өздерің шуладыңдар ғой жаңағы деп. Осы мына сәрсенбіден 20-30 градусқа аяз келе жатыр Алматы облысына. Сонда жаңағы мына үйлерімізді жаңағы бәрі қатып тастамайды. Не деп өшіреді оны? Қалай өшіреді? Жас жігіттер сенде сауатың бар ғой, түсінуің керек қой. Ол мен отырып жаңағы шешім қабылдап, перерасчет жасаймын деген, ондай ешкімде құқығы жоқ. Ол үшін тағы да айтып отырмын жаңағы. Бұл тарифті бекіту үшін антимонопольный орган бар. Заңсыздық анықталса, онда ол мемлекетке біріншіден халыққа необоснованный тарифтің қайтарады жаңағы. И жаңағы өзінің штрафтар басқалар бар, заңда қарастырған. Сондықтан тағы да айтамын, 25-не дейін мен сіздерге жаңағы тарифтарын төмендетіп беремін, сигманы қуып жіберемін, бәрі мемлекетке қайтарып деп, ондай өтірік уәде бере алмаймын сіздерге. Қандай айқайласаңыздар шуласаңыздар. Сол қымбат немен төлеуіміз керек па? Осы жұмысты бастайық, қолға алып. Бірге жаңағы атқарамызда айқайын. Жоқ, кеше мысалға бұл қара. Айтыңыз сұрақ. Төрт ай болып, 5 ай болып келгенмен сіз өз проблемаңызды өзіңізді ақтап жатсыздар. Жаңағы нақты келгенде бұлар қожайын жоқ деген сияқты. Бірақ айдап келгенде удың бәрі қара қасқа шашылып жатыр да. Шындығын айтқанда. Тыңдайсыз? Енді қараңыз, мына жерде тек осы айдың жаңағы көтерілген суммаған айтылып жатыр да, неге газға төленетін первоначалка ақша высокий, жоғары? Басқа Алматы облысымен салыстырғанда бір сұрақ. Я, енді қараңыз, әкім мырза, бұл сұрақ, екінші сұрақ сізге қатысты нәрсе. Егер әкімдер рұқсат береді ғой жерді сатуға, дұрыс па? Именно Қарасай ауданында жер беріліп жатыр. Халық жапа тармағай осы жаққа көшіп келіп жатыр. Стандарт 5 сотты қып қойдыңыздар. Оны алдық, үйді салдық. Енді квартирада отырмыз. Газды қоса алмайды. 6 ай болды мысалға. Үйде кішкентай балаларыңыз бар. Мен осы сұрақты айтайын деп тұрмын.
кім жауап береді оған? Мақұл, 20 мың, 30 мың үшін халық жиналып жатқан шығар, міне жарты миллионның ақшасына келіп тұрмыз. Кто будет отвечать? Бұл жерде айтайын мен сізге 1090 посредник бар. Дұрыс па? Дұрыс. 1090 посредник бар. 1090. Неге осыны айтылмаймыз біз? Антимонополия, жаңағы антикор, анау, мынау. Бітіп қалған жемқорлықтан ғой. Бітіп қалған. Анау тамырынан, анау шашының ұшына дейін. Тексеріп келетін адамға ақша бересің, подключениеге ақша бересің. Басына барып бөлек ақша төлейсің, анаған бересің. Халық міне кредит алып төлеп отырмыз. Кешіресіз. Түсіндім. Именно осындайға келгенде сіздер былай айтайын енді жылы сізге. жабасыздар Былай істеймін. Мен жылы жауап атқан жоқпын. Бірақ бір айтайын мынандай әңгімені сізге. Мына Қарасай ауданында 10 жыл бұрын халықтың саны 100 мың адамға аз болған. Иә. Қазір бізде осы мынау прокуратура органдары бас жоспардың орындалуын тексеріп жатыр. Сіз айтып отырсыз ғой жаңа, әкімдер жер сатқан, бүйткен сөйткендер. Жоқ, жер сатуға неге сатты деген жоқ. Ол жерде, бұл жерде де бизнес, жеке кәсіпкерге берілген нәрсе ол. Азғандай тиынға алады да, қара халық бәленбай миллионға сатып алып жатыр жерді. Бірақ вот жерді сатқаннан кейін, ол жерге үй орналастырғаннан кейін, мектеп салып бергеннен кейін су, газ, свет неге қамтамасыз етілмейді? И оплатасы өте жоғары. Мен соны айтып жатырмын сізге. Басқа Алматы облысында, басқа аудандарда, кейбір аудандарда бұндай емес қой. Бұндай емес қой. Неге шындық? Қарасай ауданында неге бұндай проблема туындап отыр? 20 мың үшін халық шырылдайды, неғып миллион үшін шырылдамаймыз. Сұрақ қойдыңыз ғой, енді жауап берейік. Бұндай жағдай неге туындап отыр біздің ауданда? Өйткені халық саны 10 жылдың ішінде күрт өсіп кеткен. Енді салыстырады ғой басқа аудандармен жаңағы. Балқаш ауданында 30 мың халық бар шығарды. Райбек ауданында 30 мың келгенде сондай шамалды. Бізде қазір официальный статистика бойынша 320 мың халық болды. Кезінде мына жерді бөлген кезде мына бас жоспарды сақтамай біраз заңшылыққа жол берген. Қазір мысалы да біздің осы халықтың туындап жатқан проблемасының бәрі өйткені біз мына коммуналдық сала үлгермей жатырмыз сол бөлінген жердің артынан. Сіздер үй салдыңыздар, жер сатып алып, оған жол тарту керек, су тарту керек, газ, свет деген сияқты мектеп салу керек. Сол халықтың санының өсуінің артынан үлгермей жатыр. Бізде қазір 47 ауыл дейміз, 47 ауылдың сыртында тағы 200 саяжайлар бар. Ол 200 саяжайдың сыртынан бөлек 35 мың жер ауыл шаруашылық жерлер бөлінген. Сол жерде 35 мыңның бір 8 мыңында үй салған, тағы 25 мың жер учаскесі қазір бос тұр салуға. 25 мың учаскеге тағы 100 мың халық. Сондықтан біздің бюджеттің өзінің шамасы солай болып отыр. Біздің облыстың бұрын енді үлкен облыс болды ғой, жаңағы Талдықорған мен Алматы облысы бірге болды. Назар көп мүмкін сол өңірге бөлініп жатты. Президенттің қабылдаған шешімі де мына облысты бөлу сол ғой негізгі түрткі болған. Өйткені мынау Алматының төңірегіндегі аудандар назардан тыс қалып, мәселе шешілмей жатты. Сондықтан президент шешім қабылдады, мынау облысты бөліп, орталықты мынау жақынырақ осы ең халық көп шоғырлаған жерлерге ауыстырайық деп шешім қабылдаған. Енді қазір Құдайға шүкір облыс бөлінді, бюджет бөлініп жатыр. Қазір енді сол мәселенің шешуіне біраз қолымыз ұзар мүмкіншілік жетеді деп ойлаймын. Тек қана біздің ауданда мысалы 12 ауысымды мектеп бар жаңағы. 4,5 мың бала оқитын мектептер бар. Соның бәрі шешу үшін қазір мынау 2 облыс бөлінгелі 12 мектеп қазір тағы да қосымша саламыз жаңағы жайлы мектеп бағдарламасында. Әр ауылда жаңағы өмір мектеп болмаған. Сондықтан бұл не үшін? Сұрақ қойды ғой. Қарасай ауданы осындай, Қарасай ауданы мынандай деп. Мен айтайын сіздерге, орнынан тұрып айқайлаудың қажеті жоқ. Қарасай ауданы 750 мың деген сұмдық қой, қалада 120 мың теңге. Еркектер өз сабырлы сондай болу керек қой. Әйелдер шулап жатса бір жөн. Сіздер енді ер азаматсыздар ғой, бір кішкене сабырлы болып, бір тәрбие болу керек қой адам. Әрқайсымыз ауылдан шықтық қой. Ешкім аспаннан түсіп қалған жоқ, қаладан келген жоқ болсын. Сондықтан кішкене былай бір-біріміз сыйлап, сұрақ қойғанда да орнынан айқайлаудың қажеті жоқ. Бәрімізге мүмкіншілік беріп жатыр.
тарифті айтып отырған мына кісі жаңағы өзі сөзді бөліп осындай сұрақ қойғаннан кейін жауап беріп отыр. Қарасай ауданына жамандай берудің қажеті жоқ, айналайын. Қазір бәріміз осы жан-жақтан жиналып, осы жерден пана тауып, үй салып, балаларын тәрбиелеп күн көріп жатсыздар ғой жаңағы. Қарасай ауданы анандай екен, бәрі жемқор, андай деп айтудың қажеті жоқ. Құдайға шүкір жаңағы ауысып жатыр қазір заман. Симаның басшысы сөйлейін десе, қазір микрофон берейік. Қайда жаңағы? Бұл жігіт, мен айтайын да, бұл жігіт, жай маман, менеджер, шын айтқанда, жалақы алып сияқты отырған. Ол да сондай, есі емес деп. Мен сіздерге айттым ғой, мен білем ғой жақсы. Бұлар нағыз қожайыны Қазақстанда жоқ. Бұл істеп отырған менеджер, жалдамалы жұмысшылар. Олар жағы олардың берген бөлген өздерінің жаңағы несінде ғана жұмыс істейді жаңағы. Тарифті өздері істейді бады. Аппаратураға айтыңыз. Тікелей осы әкімшілік аппаратурасына Екі жақтан сөйлеп кеттіңіздер. айтып отырайын. Тікелей әкімшілік аппаратурамен газдың мәселесі осы Сигма газға қараңыз. Газдың жаңағы подключениесінің ақшасын айтты, тарифін айтты, енді қараңыз сапасын айтайын. Мысалы, мен газ қостырғаныма 2,5 ай болды. 2,5 айдың ішінде газды қосылғаным 2,5 ай болды. Қостыру үшін мен шамамен 8 айдай күттім. Бір жылдан асты, бірақ газ тапқаным 2 айдан асты. Мына газдың трубалары қараңыз. Мысалы, барып ауыл-ауылды аралап көрсеңіз көрінеді. Стандарт бойынша, сынып бойынша салыну керек. Каждый үйдің алдына арка деген нәрсе бар. Қазақша салай болады. Орысша арка дейді. Арканы бұл кісілер қалдырмайды. Оған қалдыру үшін кемінде 80 мың мен 160 мың теңгенің арасында доплачивать етіп, үстіне қосып ақша төлеуіңіз керек. Енді сіздерге сұрақ. Сол соншама үйлер салынып, қаншасының ақшасы барлар салдырды, салдырмағандар тікелей түзу өтіп кетті. Ол ертең, мысалы, ЖКХ, сосын пожарниктер дейді ғой, өрт сөндірушілер неге қарамай отыр. Осы уақытқа дейін неге қарамайды соған? Бірінші вопрос. Екінші сұрағым қараңыз. Енді оның әрқайсысын бояғаннан кейін, қойғаннан кейін бояу керек қосатын. Жаңағы лакокрасочный покрытие жасап, оның шіріп кетпеуін жасау керек. Неге сондай жасалмайды? Қараңыз, мен арайдан, үштеректен көптен өтемін 2 рет, таңертең кешке. 80%-ның сыртында бояуы мүлдем жоқ. 50% қисайып тұр. Бірақ соның бәріне ақша алады. Жоқ, қараңыз. Қыста 12-ші айда, 1-ші айда, 2-ші кез келген кезде, кез келген үйден өрт шығуы мүмкін. Кез келген жерде газдан авария деп қоямыз ғой, оқыс жағдай болуы мүмкін. Сондай жағдай болатын болса, бүкіл ауылымызбен бір үйдің газ үшін бүкіл ауылымызбен газсыз отырамыз. Ол қайталанып жатыр. Ол жарайды, жылына бір рет қайталанса, мән бермейміз. Ол айына 2 рет, 3 рет кетіп жатыр ондай жағдай. Енді қараңыз, жарайды, бұл Сигма газындағылар шамасы жетпей жатыр, кішкентай компания ақшасы жоқ дейсіздер. Ал әкімшілік мүшелері, әкімшілік ең бірінші ЖКХ, екінші сіздер ғой, әкімнің 4-5 заңы болып отыр, сол кісілер неліктен, мысалы, сол газды жылына бір тым құрағанда тексеріп кетпейді. Мүлдем тексерілген жоқ. Ешқай жерде тексеріп жүріп жатқан жоқ, ешкім қарамайды. Біреу газды көбесінен кіргізіп жатыр, біреу жердің астымен кіргізіп жатыр. Ойына келген істеп жатыр. Ақша төленбей қалса шүріп барады. Енді ақша төленбей қалса, жаңағы жағдайды көріп тұрсыздар, 25-ден төленбей қалсақ, 26 күн звондайды, газымды кеп тастайды. Бұл кісілердің былайша айтқанда бандитизм бар аздық. Бандитизм бар. Өйткені маған жеке өзіме телефон мен газ ақша төлетіп қойған, сөйтсем участоктың нөмірмен шатыстырып алған екен де, сен газыңды құямыз дейді. Ой, не болып қалдыңыз, не үшін құясың, мен оны сонша миллиондар төлеп, әрем қосып, енді бір рахатын көрейін деген неге құясың, ақшамды төлемеді. Мен төледім деп, бұл кісілерге квитанциямды жіберіп, анаған жіберіп, мынаған жіберіп, сенбесеңіздер куәсі бар, мен телефонда, WhatsApp-та бүкіл сөйлестірген несі бәрі жазылып тұр, көрсете аламын. Енді оған енді қараңыздар енді бүкіл халықты міндетті түрде осындай доказа дәлелдеп етіп сол қажет жоқ қой. Неге осы уақытқа дейін жаңа сіздер жарайды. Сіз келгеніңізге аға 4 ай болды дедік, 4 ай болды жарайды. Сіздің алдыңызда айттым, мысалы 2,5 жыл отырды ма? 2,5 жыл отырды. Сол кісі неге қарамайды? Не жарайды, мынау енді құдай сақтасын, былтыр қаңтардың қайталанып кетпеуіне кім кепіл? Біз көтерілеміз. Бізді көреді ертең екінші Талғардікі бар шығар ондай проблемасы. Ұзынағашта бар шығар. Осы айналып келіп қаңтарға соқпасына кепіл бере аласыз ба тағы да? Рос. Енді жауап берейін. Жігіт сұрақ қойды ғой. Жоқ, айтып басын, жауап беріп басын. Құрметті халық,
Енді міне бәріміз бар ғой, мына осы газдың проблемасымен жиналып отырмыз. Енді мен айтарым не? Бұны ананы айтып жатырмыз. Енді ертең әлгі тоқал ешкім үй сұрайын деп сақалынан айырып дейді. Енді міне аяз келе жатыр. Не істеуіміз керек? Біз ақшасын төлейміз бе? Қашан уақытқа дейін төлейік? Или төлемейміз бе? Төлемеген жағдайда артық болып кеткенде не істейді? Келесіден перерасчет жасайды. Ол да үлкен мәселе. Ол бүгін беріп қойған нәрсені ертең қайтару, оның да өз заңдары бар. Соны шешейік. Бірінші мәселе. Қашан біз ақшаны қай уақытқа дейін төлейік? Қашан ол шешіліп, соны шешіп алайық. Енді қыстың бітуіне 2 ай бар. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сендер айттыңдар, сендер бүйттіңдер деп 40 сылтауды айтып, ертең газ жоқ деп бүкіл қараңғы алып отырмайық. Енді аға комиссия соны айтып отырмын ғой, соны толық шешіп алайық. Босқа айтып. Айтты ғой енді, ол бір нәрсені айта бересіздер. Кеше 14 мың келмеді, бүгін өшірді да, 16.700 келіп тұр. Өзгерген жоқ. Өзгерген жоқ. Көбейтіп жіберді. Газдың мәселесі сияқты тағы 2 нәрсе бар. Бұл да бір күні шығады. Мына телефон жағдай, интернет деген осы еді. Бұл бір мәселе, содан кейін судың мәселесі. Біз тарифтің 106 теңге тариф төлеп отырмыз. Тогда как басқа жерде 30 теңге, 40 теңге. Көбейтіп жіберіп отыр, қарындас, түсініп отырсың. Көбейтіп жіберді, 14 мың 16 мың отырады. Ең қажетті. Тағы жетіп қосып отыр, кешегіден. Өшіп тастап қайтты. Мен соны айтып отырмын. Соны айттым ғой, бәрін айтып тұрмын. Осы газды бірінші шешіп алайық, босқа айтып тұрмын. Ассалаумағалейкум. Ағамен кеше сізбен сөйлестім ба? Негізі мына группаны ашқан админ енді да негізінде. Айтайын, бәрінің вопросы 80% қандай процент айтылып жатыр? Газ ғой, жоқ. Осы айға шығып кеткен болған дұрыс па? Соған жауап берсін бізге. Не үшін? Сосын 25 теңге шешіп бере ала ма соны? Конкретно. Айтып отырмын ғой, 10 мың жаққандар 20 мың жағып отыр. Түсте 10 мың, дұрыс па? 15 мың қосып кетіп жатыр. Сол мәселемен жиналып бұл жерге. Газбен. Басқа анау әкімге өздеріне қоясыздар. Бұл жерге тек газманы, газдың сигманың мәселесі жетіп. Басқа анау қосыла береді. Сигманы шешіп берсін, болды бізге. Конкретно. Қазақша сөйле. Түсінбейді ғой қазақша енді. 2 года я пользуюсь. Выйдите сюда, пожалуйста, вас просят. 2 года как пользуюсь газом. Я этот газ, чтобы подключить, я платила. 1,5 миллиона. Чтобы это все. Теперь этот газ я всегда оставляю 50 градусов. У меня. Зимой всегда. Но в этот раз почему этот газ у меня увеличился? Вы говорили в тот раз, что нет воздуха. Воздуха нету. А почему? Если воздуха нету, газ стоит на одном уровне, он повысился. Почему я каждый ежемесячно с прошлого года плачу 20 тысяч платила. В этом месяце я плачу 30 тысяч. Есть даже больше, которые люди платят. На каком основании этот газ увеличился? Увеличились эти деньги? Ответьте, пожалуйста. Хорошо. Вот смотрите, а почему мы еще считаем? Мы же не по норме считаем. У меня, я могу предоставить документально, что тоже пришлось давать заявку, потому что договорные обязательства с газом были нарушены. Увеличение потребности газа на 35% прошло. Да, это исходя из погоды, минус 20 было. Нет. Нет, вы не так отвечаете, это неправильно. Это ваши проблемы, да? Вы решите наши людей проблемы, простых людей, которые не могут решить этот вопрос, не могут заплатить. Я, например, пенсионерка, я получаю 70 тысяч, я плачу кредит, чтобы погасить кредит, я плачу 54, чтобы я провела газ. Это да. Потому что я кредит взяла, чтобы газ провести. И до сих пор я 25-го года буду платить этот 54. Там 20 тысяч. Я рассчитываю.
я ежемесячно платила 20 тысяч. А в этот раз почему именно повысился этот газ? Потому что это от воздуха жить идет, правильно? Воздух. В тот раз, я вам сказала, в тот раз, когда вот были забастовки, вот когда мы выходили, я включила этот газ, у меня воздух как пошел, аж до лица этот воздух был. Я кипятила чайник, всегда это смотрела, 7 минут. А в тот раз 45 минут я не могла закипятить этот чайник. В этот раз тоже был воздух, потому что идет чернота идет. У меня чайник черный стал. От чего это? Чайник, чтобы я вскипятила этот чайник, он у меня черный, почернел аж. Гар такой был. От чего это? От чего? Почему? Почему этот чайник у меня должен быть черный? Когда газ идет, он должен быть светлый. В отношении того, что черный чайник, еще что-то, это надо индивидуально смотреть, называйте аварийную диспетчерскую службу. У всех, что ли? У всех аварийная? У всех, что ли? Подождите, диспетчер, аварийно-диспетчерская служба работает круглые сутки. Не работает. Ну что, у всех, что ли? Я позвонила, Сима, сказали, мы... Осайға жауап берсін, неге қымбаттаған, соған жауап берсін болып, екі есе. Вы за этот месяц ответьте, пожалуйста. Почему поднял деп айтсыз же? Тариф почему поднял? Сертификатов и так далее. Транспортировщики. Нет, воздух это крайне опасно. Это раз. Давайте уже по существу, Коляш, вопрос возник массивный, да, и конкретно по тарифу. Вопросов много, я понимаю, да? Самый основной момент тариф. Вы же сравниваете, да? У вас вопрос возник в Каскелене столько, в Чемалдане столько. Я объясню. Субъект естественных монополий, который обслуживает Карасайский район в рамках Каскелена и так далее, в рамках своих поселков, да? Антимонопольный комитет сделал дифференцированный тариф за счет промышленных предприятий. У них 219 промышленных предприятий. Вот за счет их у них 38, где почти 30. Отдайте нас им тогда. Нас им отдайте тогда. Один вопрос. Вы вообще кто будете? Я директор ТО Сигма. А генеральный директор или президент Сигмы кто? Подождите, кто? Ответьте на вопрос, пожалуйста. Кто? А он гражданин Казахстана? Да. А где он? Почему его нету здесь? Почему он живет за рубежом? Вот говорит, он не гражданин Казахстана. Вот такие слова заходят. Акымыза, енді мына Сигманың президенті біздің елдің азаматы болмаса, шетелде тұрса, біз неге тәуекел газға өтпеске? Неге тәуекел газға өтпейміз? Неге біз Сигмамен басымызды қатырамыз? Сигманың президенті Қазақстанның азаматы ма? Сигманың бәріміз халқымыз болып шығайық та, тәуекел газға өтейік. Сол сұрақтың мәселесін шешіп беріңіз. Әкімшіліктің құзырында ғой. Сіз шеше алмасаңыз, облыс әкіміне жолдамасаңыз. Жауап берейін. Бұл Сигманың газ тасу жүйесі, бұл Сигманың жеке меншігі. Ол одан тартып алып, жаңағы басқаға бере салу, ол кәдімгі заңмен шешіледі. Біреу сатып алу керек, немесе бұлар өздері өз еркімен басқа біреуге беру керек. Бұл сұрақты біз Сигманың алдына қойдық. Халық Сигмадан бас тартып отыр. Халықтың құқығына Сигмадан бас тарту. Халықтың құқығы ма, құқығы емес пе? Былай ғой, сіздің үйіңізде мысалы свет бар, дұрыс па? Су бар. Сіз электроэнергияның жүйелерінен бас тарттым, мынау АЖК-ға наразымын деп кетіп қалмайсыз ғой, дұрыс па? Ол деген антимонопольный законодательствомен өзі жағы регулируется.
Біздің мәселеміз газ болып отыр. Газда тура сондай монополдық неге ол деген сіздің үйлеріңізге 2-3 труба тартпайды ғой ешкім, дұрыс па? Бұл жерде мен ғана басатып отырған жоқпын. Бүткіл мұқым халық. Мен сізге не әңгіме айттым жаңа. Сіз халыққа Сигмадан халық. Атыңыз кім сіздің? Атым Аманғали. Аманғали, бағанан бері осы 2 сағат болды соны түсіндіріп жатқаным. Қазақстан біз мемлекетпіз, мемлекеттің заңдары бар. Жоқ, сіз өзіңіз айтып. Сол заңды біз міндетті түрде сақтауымыз керек. 1 минут. Егер біз заң сақтамасақ, ол біз мемлекет емеспіз, ол ел болмаймыз. 1 минут. Бірінші, екіншіден, мен сіздерге айтып отырмын, бұның жолын бағана бері. Ол жаңағы Сигманың газ жүйесін тартып алып, анаған бере салатын, ол ешкімнің құзыретінде жоқ ол. Ол тек қана өзі біреуге сатады, немесе жаңағы өзінің біреуге жаңағы сыйлайма, өзінің шешімі. Бірақ мен сіздерге бағана бері жолын айтып отырмын, қалай бұны істеу керек екен. Олардың бекіткен тарифі бар дедім. Соның орындалуын тексерейік деп айттым. Сіз айтасыз, мыналар осы инженерлер, осы директорлар бұлар ешқандай сіздердің жауаптарын шеше алмайды, ешқандай сіздерге жауап бере алмайды деп отырсыз ғой. Сол себепті біз осы Сигмадан шығып, тәуекелге өтейік. Одан кейін Сигманың басшысы ақыр бізге келіп жауап бере алмайды ғой өзі. Бірақ сізде жауап бере алмайды ғой. Мен сізге айттым ғой, бұл шығарып тыңдаудың қажеті жоқ. Мен жауап беремін. Бұлар өйткені мен олармен сөйлестім. Сіз енді халықты қайтадан жаңағы басқа жаққа бұрып жатсыз. Мен сізге жаңа айтатынды жалпы әр адамның ниеті дұрыс болу керек. Мына үлкен қоғамның алдына шыққаннан кейін сөйлегеннен кейін ол микрофон алып. Біз халыққа дұрыс жол көрсетуіміз керек. Сіз жаңағы халықты жағы бір заң бұзушылыққа шақырып отырсыз. Пиғылыңызды білмеймін не екенін. Сіз мені айттамаңыз. Біреудің дүниесін тартып алып, басқа біреуге беру деген ондай заң жоқ бізде. Мен сіздерге оны айттым, қалай істеу керек екен. Қазір комиссия құрайық, антимонопольный орган бар, прокуратура бар, әкімшілік тарапынан сіздердің өкілдеріңіз бар. Мына бекіткен тарифтарын тексерейік. Егер олар орындамай жатса, оның тиісті шаралары бар. Жасұлан Тоқожаұлы, кешіріңіз. Қош келдіңіз біздің ауданымызға. Жалпы әкімді. Жасұлан Тоқожаұлы, мынау бізде сіз бағана бері айтып жатсыз ғой, заң бар деп, иә? Біз мына жерде ешкім заң шеңберіне шығып тұрған жоқ. Бізде де заң бар, яғни клиент ретінде келіп тұрмыз. Иә, дұрыс па? Сигманымыз клиентіміз. Клиентпен санасуға, клиенттің талаптарын орындауға тарап нақты ашық көрсетуге кісілер міндетті, Жасұлан Тоқожаұлы. Біздің мемлекетіміз Аллаға шүкір, иә? Тәуелсіздік алдық. Оны біз баянды етіп, мәнді етіп ұстауға міндетіміз, құқылымыз. Біздің басты міндетіміз бұл жерде ойбай анау мынау деп бәрін алып жұлып тастау емес. Бізде заң шеңберінде халық не нәрсеге араз болып отыр. Бірден халықты жаман жаққа қарай тартып кетпеңіздерші, өтініш, иә? Бірден жаман жаққа тартып кетпеңіздер. Иә, бізде де арасында барымыз білетін, қыр-сырын білетін, иә? Заңның қалай орындалатынын, қалай жүретінін. Әрине сізге біріне дейін уақыт беруге де болады, бірақ 5 жұмыс күн ішінде шешуіңізге де болады. Дұрыс па? 5 күн. Өйткені сізге апталық, күндік маңызды мәселелер деген қоясыздар, иә? Сол 5 күн жолын айтшы, қалай шешуге болады? Заң түрінде. Ең басты мәселеге қойсаңыздар шешуге болады. Күндік, апталық, айлық басты мәселеге, күнделікті талқыланатын мәселеге қойсаңыздар шешуге болады. Ал енді бұл жерден де жаңа біз тәуекел Сигмадан неге отказ бергісі келеді бұл кісілер? Өйткені міне жауап алайық десек, нақты жауап беретін өкілі жоқ. Келсін деп айтыңызшы, келсін сол. Ал бұл жерде не болады? Бұл жерде тағы конфликт болады. Сізбен біздің арамызда реніш болады, да? А бізде ондайды қаламаймыз. Бізде дұрыс заң шеңберінде әдемі шешілгенін қалаймыз. Жаңағы ұйым құрылып жатса, әр ауылдан міне Жандосовтан бастап Үштерек, Арай, мына Шамалғаннан бастап барлық келіп отыр ғой. Әрқайсымыз 2-3 адамнан ұсынайық. Сіздердің қастарыңызда жұмыс істесін, е? Ал енді тексеру ол енді уақыт алады. Оны тексеретін болса жеке орынға апарып тексерте салса да болады әр адам. Дұрыс қой? Е? Рахмет сіздерге. Енді бізде осы газ мәселесі ушықты шынымен де. Мына экология мәселесі бойынша, әлем бойынша, оның ішінде Қазақстан бойынша да бізде Алматы облысы экология мәселесі бойынша өте алдыңғы жаңа проблемалық мәселелердің алдыңғы қатарында тұр. Ал біз көмірден отказ беріп, мына газға көшуіміздің өзі біздің экологиялық
мемлекеттік деңгейде шешілуіне де әкеліп соғады. Сол жағынан да қарап көріңіздер, жан жағынан, иә. Сол үшін халықты қолдаңыздар, сіздерден өтінеміз, иә. Енді мынау біздің әкім Қанатұлы тұр ғой, Жарқын Қанатұлы. Бұл кісімен ризамын, жалпы біздің округ әкім болып келгелі бері. Мынау электр тоқ мәселесі бар. Бұл да үлкен проблема. Әр подключениеге Қалдыбай деген бар, тағы да бар частный. Енді бізде сансыз бай бағалардың бәріне кірген өзім. Тіпті бір үлкен Мұхтар Шағанов деген ағамда бірге кіріп көргенбіз. Енді бұл мәселені Жарқын Қанатұлы әдемілеп шешіп берді, бірақ 4-5 көшенікін шешіп берді. Айлық, ол частныйлардан айлық төлемі тағы да 34 теңге. Әлі күнге дейін ар жақтағылар әлі сода отырсыздар, жеке меншікте отыр. Бұлда да бір шешілетін мәселе. Сіздерден өтініш осыларды қарастырып әдемілеп шешіп берсеңіздер. Біз жүгірдік, енді газ мәселесі барлық жерде тексеріп көрсеңіздер болады. Әрине, осы уақытқа дейінгі келісім шарт бойынша халық саны аз болды, ол өзін-өзі ақтай алмайтын болды да, 34 теңге басқасынан қарағанда 8 теңгеге жоғары қойып келді. Бірақ қазір халық саны көтерілді ғой. Ол келісім шартты мемлекетпен жаңағы кәсіпкердің арасындағы меморандумды қайттан қарап, қол қойып, өзгертуге болады ғой. Болады ғой, иә? Ешқандай айғай-шусыз комиссия мүшелерімен. Сол жақтарын қарастырып, нақты шешімін шығаруға атсалысса, иә? Сіз болып, біз болып. Рахмет енді. Мен мына жерде әкім мырза, халықтың білгісі кеп отырғаны, мына осы декабрь айына 10 мың, 15 мың артық келіп отыр деп отыр, иә? Соны халық төлей алатын жағдай жоқ. Оны өзіңіз білесіз, қазір бәрінің мына жалақы төмен, бәрінің кредиті бар. Ешкім артық төлегісі келмейді. Положенный төлейді, мысалы. Төлейді, неге төлемейді? Төлейді. Қанша келу керек еді, соны төлейді. Бірақ шыққан 10-15 мың, 20 мың артық келіп отыр. Сол үшін, мына елдің бәрінің счетчигі өтірік айтып тұрған жоқ шығар. Қанша халық бар мына жерде? 200 адамға, 300 адамға. Сол шешілу керек. Осы декабрь айына ешкім артық ақша төлемейді десе. Төлемейміз, артықты төлемейміз. Соны шешу керек болып тұр, ең біріншіден. Екіншіден, сіз айтасыз, жаңа жекеменшік, біз нетемаймыз деп, сонда жекеменшік кәсіпкерлер үкіметке бағынбай ма сонда? Сонда бағынбай ма? Мемлекетке. Сонда мемлекеттің шамасы кімге жетеді сонда мемлекеттің шамасы? Айтыңызшы сол жағын. Сонша адам бас тартамыз деп отыр ғой, бас тартса енді ұялмайтын шығар. Мысалы, сонша халық сигмадан бас тартамыз деп. Енді былай түсіндіріп берейін қарапайым тілмен сіздерге. Ол газдан бас тарта салу, ол баллонның газ емес қой. Мен сенден алмаймын, жаңа басқа мекемеден алам деп басқа баллонмен алып келдім. Бұл газды сіздердің үйлеріңізге жеткізу үшін трубалар тартылды, дұрыс па? Оған төледік сіздер кішкене сабыр сақтасаңыздар. Сол Сигма кезінде келісім шарт жасап, әр ауылға өзінің жағы жүйесін тартқан. Сол арқылы сіздерге жағы газ беріп отыр. Мемлекет өз тарапынан қадағалап отқан тарифін. Олар жағы заңсыз пайда таппасын деп антимонопольный орган бар. Солар тексереді тарифті. Олар өздері шығындарын көрсетеді, жағы пайдасын көрсетеді, соның ішінен жағы осы мекеменің тарифін бекітіп береді. Сондықтан ол жағы анадан бас тартам деп жарайды, бас тарттыңыздар. Содан кейін не істейсіздер ары қаратай? Басқа мекеме кім жағы? Тәуекел газ. Олар сонымен жағы қасына қайтадан труба тарту керек. Ол тағы бір 2-3 жыл кетеді. Ол трубаның бәрі Сигманың меншігі. Көшенің бойындағы трубадан үйлеріңізге тарттыңыздар ғой, дұрыс па? Дұрыс, магистральда айтып тұр, магистральда. Бұлай істейік. Жоқ, магистральда айтады, тәте магистраль. Тұра тұрсаңшы, магистральный газопровод национальный компанияға бағыншы да. Содан трубаны сіздер тартқан жоқсыздар ғой? Дұрыс. Мен бұлардың қорғайын қашайын деп отқан жоқпын. Менің айтайын деген, мынау Қазақстанда заңдар бар, бекітілген.
сол заңнан тыс біз анау мынадан кейін жарайды ол жаңағы газовый баллон болса анадан біз наразымыз анадан аламыз деп өзіміз шешім қабылдай саламыз. Басқа кешкендерде қартты ғой оларда сымататқа жоқ. Басқаларда тартты ғой. Ол қайтадан бір аймен қайтадан қозғап отырмыз да. Бәрі тартты ғой. Бүкіл егер сіздер жаңағы шешетін жол сол ғана. Басқа жаңағы біз бұдан наразымыз, біз бастан тарттық деп не істейміз ары қарай? Тарифті төмендету керек. Мұнда ойна келіңіз. Ана сөйлеп отыр. Жаңағы тексерейік бұлардың тарифтарын, сіздер негізгі олардікі басқа мекемелердің қымбат деп жатыр ғой. Бірінші наразы болып отыр. Сол ғой. Тарифті тексерейік. Екінші жағы мынау өткен айынан осылай қымбаттап кетті. Басқалар мекемелерден сондай данные алайық та. Тәуекел газдан олар ноябрь айында қанша төледі, декабрь айында қанша төледі. Соны салыстырайық. Бағана айттым ғой енді. Микрофон. Егер олар шындады заң бұзған анықтаса, тиісті өзіміздің жаңағы шаралар бар. Штраф салады, сіздердің жаңағы артық төлегендеріңіз қайтарылып, оның бәрі қарастырылған. Бірақ оны дәлелдеуіміз керек. Солай ма, солай емес пе? Жай отырып сөзбен ол жағы іштерге жағы жауап берілді. Ол жерде тағы да жағы айланып сол бір әңгіме. Қазір жауап бере алмай тұрған адамдар ертеңгі жауап бере алмайды. Құрмет отырыңдаршы, шуламадық біз міне 3,5 сағат болды айналайындар. Bir sözü 10 resim kaytalım oturmuş. Kayta сол bir söz aynalayınlar. Bak bitti. Mene aytты ғой, Sigma'nın prezidenti bunda жоқ шетелде. Bir. Екінші, бағанағының бәрі бұның халықтың бәрі келіп отыр. Мен де осы ауылдың тұрғынымын. Есім Бақытбек болады. Бәрі таниды шығар. Туып өскен. Былай, қараңдар. 10 теңге неге көбейді газ? 10 артық төлеп отыр. Мен де тура солда артық. Мен де сол үшін келдім. Әйтсе кемейді. Сол себепті бейте, бағана әкім мырза айтты ғой. Әр ауылдан специалист, бір экономист, бір бухгалтер, бір газды жақсы түсінетін специалист. Әр ауылда, қанша ауыл бармыз мұнда? 7-8 ауыл ма? 7-8 ауылда, әр ауылда бір адамнан өздері тағайындаңдар. Сол келсін, комиссия құрсын, біз жуылдай берсек, ертең тағы да бір сутка отырамыз мұнда. Қазір біреу, ана жолды бастайды, біреу мен аяқ маған жерді бер деп бастайды, бір сутка отырамыз. Сол себепті біздің мәселе газ ғана. Бүгін біз газды ғана бітіруіміз керек. Светін, жолын, сот болады, сол кезде айтасыздар. Сот жасап жатыр ғой, 3 айда бір рет па, 6 айда бір рет па. Сонда айтасыздар. Бүгін біз бірінші мәселе газды бітірейік. Әр ауылдан қанша ауыл бар? 7 ауыл бар ма? Қанша ауыл бар бізде? Әр бухгалтері, экономисті келсін, газбен жұмыс істеген, түсінетін хабар бар, ертең ана хабар бар, ана кісілердің айтқанын айтып қарап отырмайтындар. Мен деп айта алатын. Сол себепті сондай адам тағайындаңдар. Мен отырса тағы да отырамыз, мәселе көбейе береді. Подключениені. Жоқ, сонда тұрмыз. Біз қазір бірінші мына жиналғанымыз неге газ көбейді? Ақшаны 10 мың артық төлеп отыр. Екіншісі, мына газ Sigma керек жоқ деп отыр. Соны шешсін, тексерсін. Бағана әкім айтып отыр ғой, действительно, егер де бұлардың кінәсі болатын болса, өкіметтің қарауында ғой, шақы кетпейді. Ертең анау артық төлеген ақша бізде келеді, артымыздан ақша қадамызға сап бермесе де кейін газдан ұстап қалады. Ой, тоқтай тұрыңдар, көзіміз жеткен жоқ, неме айтасыз? Көреміз, 3 документ бола ма, 4 документ. Мен сол себепті айтып, экономистім бар, бухгалтерім бар, газбен жұмыс істеген специалистеріңіз бар. Соның ана шерпі-мерпінің түсінетіндеріңіз бар. Сондай адам шығарыңыздар. 10 шақты адам ба, 12 адам ба, ауданнан комиссия шығар, директоры бар, бәрін тексереді. Содан кейін 25
Бүгін қаншасың? 10 ма? 9'u. Onu дейік сен айтпада. 25'ine дейін деп, иә. 25'ine дейін, 15 күннің ішінде бір жағына шығаруға болады шығар. Болады, иә. Солай. Матключение осының кейін. Қазір бізге неге газ көбейді? Сигмамен жұмыс істейміз бе, істемейміз бе? Міне, осы мәселе, тариф. Міне, үш мәселе ғана. Соны ғана шешейік. Ата отырсақ, бұл кісілерді уақытыдан, өзімізде уақытымызда бар. 25'ine дейін шешіп берсін. Ой, ана, сіздер соның кейін, ана, менің, ана, 3 балам бар, мен ана, 10 соның кейін шешесіздер айналайын. Біз ең бірінші шешетіміз осы болсын. 25'ine дейін шешіп берсін. Жасұлан Тоққожаұлы, мен айтайын деп едім, Жасұлан Тоққожаұлы, келесі жолы жиналыс 25'ine дейін деп сұрап отыр ғой халық. Сол кезде өткізген кезде Сигманың егерде шынайы директор жаңағы бастығы осы өмірде бар адам болса, қай жерден болса да келеді ғой, сол кісінің келгенін талап етер едім. Өйткені балық басынан шірекет, бәрібір сол кісінің айтқанымен жүреді. Сол кісіні шақырсаңыз, одан кейін альтернативный басқа компанияларға өткісі келіп отырған сол компаниялардың да басшыларын шақырсаңыз, олар өздерінің тарапынан қандай ұсыныс айтады екен, біз сонда естігіміз келеді. Дұрыс айтасыз. Болды, ана кісі сөйлесін. Ол кісілер сыйлау керек қой. Біз үлкенбіз ғой. Әкім мырзаның келгеніне 4 ай болды деп өздеріңіз айтып. Дұрыс қой. Бұл кісіден бұрынғы болған дүниенің барлығын бұл кісі білмейді. Мысалы, мынау мен Қайрат деген көшеде тұрамын. 10-шы жылдар сол жерден үй сала бастадық. Сол кезде мен газ тартқан Сол кезде газ тартқан кезде үйлеріңе тартып береміз деп оған смета жасап, оған жасап беріп, ал магистральный линия өздерің тартқызасыңдар дейді, өз ақшаларыңыз. Оған $1000 тағы әрбір жанұя $1000 берді. Әкім мырза оны білмей отыр ғой. Магистральный линиясы баяғы Сигманың өзінікі дейді. Водопроводты да өзімізді. Электр линиясын да өзімізді. Әр жерден столбты алып кеп, қазір мұны қисайып тұр столдың арқылы. Елжас мырзаға 2-3 рет мен өтініш жаздым, сол мына ненің көшенің столбтарын ауыстыру туралы. Енді сайлаудан кейін сайлаудың алдына бір өтініш тастағам, енді өтініш шығар деп жүрміз. Осының барлығын бұл кісі біліп отырған жоқ мысалы. Бүкіл жаңағы коммуникация еді ғой, барлық халықтың өзінің меншігіндегі дүниенің. Екінші бір мәселе, жаңа мына Сигманың бастығы себебін түгін айтқан жоқ. Біреуіне электр счетчигің дұрыс емес, біреуіне анауың дұрыс емес деді. Оның барлығы олай емес. Газды хозяйствода біраз қаңыстар бар. Солармен ептеп әңгімелестім ғой. Шыны өтірігін білмеймін, мен сіздерге нақтылы мынау шындық деп айта алмаймын. Бірақ та олардың маған айтқан. Бұрын газды Өзбекстаннан алатынбыз дейді. Таза газ болатын дейді. Бұрын жақсы болушы еді ғой. Қай уақытта болса да. Қазір газды Түркменстаннан аламыз дейді. Түркменстанның газдың сапасы өте төмен дейді. Өзі грязный газ дейді. Бірақ бағасы төмен дейді. Міне, ключевой слово. Бағасы төмен дейді. Ал егер бағасы төмен газ алып отырсақ, неге біздің тарифіміз көтеріледі? Одан наоборот тариф төмен түсіріледі. Осының барлығын бізге шешіп, анықтап айтып беру керек. Менің айтайын дегенім осы. Құрметті қалай, бағана өздеріңіз білесіздер, жаңа далада тұрғанда мен түсіндіріп, осы бұл мәселе бір талай уақыт көтеріліп келеді. Мен сіздерге айттым ба, мен де осы ауылдың тұрғынымын. Сіздердің бастарыңызда болып отқан үйде осы ауылдың, осы жердегі 8-9 ауылдың тұрғындардың әрқайсының басында болып отқандар. Бағана мына жоғары жаққа жазылған арызды оқып бердім. Көрдіңіздер ғой? Оны осы жердегі тұрғындардың біреусі жазып әкеп берді менің қолыма. Өте дұрыс, бәрі орнымен айтылған, жазылған. Енді нәтижесін өздеріңіз жаңа қол жинап жіберіп жатсыздар. Осының нәтижесін күтуіміз керек. Ол жаңағы аудан әкімі сіздерге айтты ғой, аудан әкімі айтты, бір күнде, бір сағатта шешілетін нәрсе емес. Да, действительно, бүгінгі ең үлкен жаңа сұрақ ол тариф. Өйткені неге Қарғалыда мынандай баға, неге Қаскелеңде мынандай баға, неге біз артық төлеуге тиісті деп. Осы мәселені Микрофон дайте.
тыңдаңыздар. Содан осы мәселені өткенде тағы қайталап айтамын сіздерге. Біздің Қарасай ауданымызға Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы келді. Сол жерде осы сұрақты мен тікелей ол кісіге қойдым. Мына халық деген наразы болып жатыр. Мына көрші ауылдарда мынандай баға, бізде мынандай баға. Өзі осы бір түйінделіп тұрған нәрсе шешуін табу керек деп. Алдын ала біз Сигманың басшылығымен кездестік. Прокуратураның жігіттерімен, аудан әкімі орынбасары барлығымыз отырып талқылады. Осы ауылдың тұрғындары да болды. Сонда бұл мәселені түбегейлі 100% шешілмейтіні көзіміз жетті. Өйткені Сигма сразу 26 теңгеге түсірмейді. Оны өздеріңіз де біліп отырсыздар. Ал енді жаңа Жасұлан Тоқожалы айтты ғой, олармен қараймыз, действительно тариф мәселесін қарау, төмендетуге жұмыс істеуге болатын шығар. Бірақ түбегейлі шешу үшін осы мәселені біз жаңа облыс әкіміне көтергенде ол кісі айтты енді. Дәл осындай жағдай Іле ауданының тағы бір елді мекенінде өте жоғары болып тұр деді тариф. Ол жерде де 37 теңге ме сондай екен. И бізде осыны шешу үшін біз деді жаңағы облыс бойынша коммуналдық мекеме Жетісу газ деген коммуналдық мекеме құрамыз деді. Соған сатып алған жағдайда ғана түгел шешіледі деді. Ендеше осының артын күтейік, уақыт керек. Жаңағыдай айтқандай комиссия құруымыз керек. Әр ауылдың өкілдері болу керек бұл жерде ше. Шынымен әр адамды жеке-жеке тыңдай берсек, біз сағаттап сөйткелеп бір жерде отыра береміз. Инициативный группа дейді ғой, осы Шамалғаннан 3-4 адам болсын, Жандосовтан болсын, Шалқардан болсын, Құмараудан, Штеректен, еңбекшіден сөйтікті сұрағымыз ағындай қадағалап, өздерінің ішкі чаттары бар ғой, жаңа чат құрған жігітті айтты ғой. Сөйтіп чатқа салып отырайық. Елдігімізді антымағымызды білдірейік. Менің айтайын деген осы. Басқа ештеңе жоқ. Сөйлемей, қазақта жаңағы сөзге тоқтаған қалыппыз. Үлкен айтқанда, ақсақал айтқанда тыңдауымыз керек қой. Шындық қой енді. Әр семьяда да, отбасында әкесін, шешесін, бала-шағасын тыңдамаса не болады? Мен бәрін түсінемін, ашылған жағдай. Оның бәрін жақсы біліп отырмыз. Біреудің қаражат жетпей жатады. Табысы төмен деген сияқты көп балалы, оның бәрі түсінікті. Дегенмен де ынтымақпен бірлікке келуіміз керек. Проблемамыз бәріміздің бірдей. Бәрімізді осы басымыздан түсіп тұрған. Бірақ сүрінген жаңағындай сұрайын. Ені сұрақтар чатастырмаңыздар. Бұны біз тарифпен айналысымыз керек. Кеп оның кепаның құбырдың краскасын, ол жарық бітсе бүйтеді деп жаңағындай қисық әңгіменің керегі жоқ. Дұрыс қой, Сигманың жұмысы ғой. Жолды айтып жатыр. Жолды немене керек болса? Светті. Жоқ, сіздер мына вопросқа осыны тоқтаңыз. Тазы кішкене. Болды, енді түсіндік. Аудан әкімі қорытындыласыншы болды. Кішкене сөзге тоқтасаңыздар, айналайын халқым. Жөн сөз. Не мынау айғайлап уже 5 сағат отырамыз, кейбір нәрсе шешілмейді. Ауданның әкімі басын иіп келіп отыр жерге. Сіздердің, біздердің проблемаларымызды шешейік. Бұл мына мекеме жаңағындай түбегейлі келіп жаңағындай айтқандай басына үкімет тарапынан сатып алынатын болса, ол кезде бөлек ретінде подключение бәрі соның ішінде кетеді. Түсіндіңіз бе? Оны қарауға болмайды. Ол бірақ вопрос. Сондықтан түсінбесеңіз сіз қалыңыз, артыңыздан мен сізге жеке түсіндірейін. Жақсы ба? Мына уақытты, халықтың уақытысын алуға болмайды. Түсінбегендеріңіз жеке-жеке қалыңыздар, түсінетін адамдардан сұрағыңдар. Қазір шынымен де мына Сигманы тыңдап керегі жоқ, өйткені ол деген қыр сылтау, несін айтады, правотасын айтады. Өйткені ол қорғап келіп, антимонополиямен бекітіп алды ғой. Сондықтан мына аудан әкімі айтты ғой жаңа сіздерге, барлықтарыңызға. Елдің басшысы осы жердегі. Айтты міне, барлықтарын комиссия болып, уақытысында келіп, дәл осы жерде күнін белгілейік, сол кезде комиссиямен жиналып. Күнін айтыңыз енді болды, сол күнін айтыңызшы болды. Тоқтайын ағайын. Бірімізді тыңдайын. Күнін айтыңызшы енді. Күнін айтыңызшы енді, күнін айтыңыз. Иә, қорытынды сөз айтыңызшы. Иә, қорытындыласын. Әрқайсыңыздың пікірлеріңізді тыңдадық. Емін-еркін қызбашылыққа салынып айттыңыздар, басқаша да айттыңыздар, оның бәрі түсінікті ғой. Бірақ ең біріншісі біз мынау Қазақстан мемлекетінде өмір сүргеннен кейін
осы заңдары бар, сол заңнан біз ешқайда былай шыға алмаймыз. Әкім болсын, министр болсын, президент болсын, жай қарапайым адам болсын. Сонда ғана біз ел боламыз. Енді алдымызда өткен үлкен бір не бар ғой, бәрімізге сабақ тұрған жағдай болды. Ол жерде жаңағы көп осындай халықтың мәселелерін жаңағы шешілмей бұғып сөйтіп жүргеннен туындады. Дұрыс, иә. Сондайды болдырмау үшін қазір президентте сондай тапсырма беріп отыр. Халықпен кездесіңдер, мұқтажын тыңдаңдар, жағдайын біліңдер деп. Енді біздің ауданда Құдайға шүкір жақсы киелі аудан. Айтып отырмын ғой, тағы да қайталап өтейін. Бүкіл қазақ ел осында жиналды ғой, жан-жақтан өздерінің үйін салып, балаларын өсіріп, өзінің тиіндерін тауып күн көріп жатыр. Сондықтан сіздерге сұрайтын әр жерде қай жерде жүрсеңіздер, мынау Қарасай аудан андай, мындай, өңкей оңбағандар жемқорлар жиналды деп айтпаңыздар. Құдайға шүкір қазір жиналып жатыр ғой, жас жігіттер келіп жатыр. Басшылыққа, прокурор болсын, басқа жерде болсын, әкімшілікте де болашақта осы ауданды, осы Қазақстан ең бір жақсы керемет ауданын айландыруға жұмыс істейді. Дұрыс. Газ мәселесі бар, су, жол, Қарасай ауданында өте көп күрделі мәселе. Ол енді тағы да айтатыным, халықтың саны күрт өсті, сол қаражат бөлініп үлгермей жатыр да, соның бәріне жамау болған. Газ мәселесі Жамбыл ауданын мысал айтып отырсақ, Жамбыл ауданында ауылдардың жартысында газ жоқ. Бізде әйтеуір Құдайға шүкір 47 ауылдың 46-сында газ бар, бір ауылымызда ғана газ жоқ. Жаңадан салынған новостройкаларда енді әрине ол жерде газ енді тартылып жатыр. Мына Сигман басында айттым, мен өзі келгелі қарап жүрмін ғой, мынау 2-3 мекеме бар, соның ішіндегі осы көңілімізден шықпай халықтың наразылығын туындырып жүрген мекеме осы мекеме. Ең көп. Біз бұларды жинадық, зерттедік, мен сіздерге басында ашып айттым ғой, бұлар мына жерде тұрған адамдар сіздерге ештеңе айта алмайды, мамандар жай жүрген. Сондықтан бұны шешу үшін біз қазір сіздермен бірігіп комиссия құрамыз. Тарифін тексереміз, басқа жұмыстарды тексереміз. Кішкене былай қыспақ қалсақ, мүмкін бұларда өзінің шешімін шығарып, басқа бір қолдан іс келетіндерге сатама. Сондайға тақауымыз көріп қой, қысқасы. Оны тек қана біз, бұларда юристері де бар, басқаларда жеткілікті заңды біледі ғой бұлар. Тартып алып, белден басып, ешкімге ондай мүмкіншілік бермейді. Тек қана жаңағыдай бұлардың кемшіліктерін тауып, заң бұзушылықтарын тауып, беттеріне басып, мемлекеттің өзінің тиісті шараларын қолданып, сол кезде ғана бұлар бағасында түсіріп, басқа жігіттерге сатуы мүмкін. Дұрыс па? Ол қазір бұлардан біз отказ бердік деп, бұлардың трубаларын ешкім тартып аламаймыз ол. Заң тұр ғой, мен сіздердің алдарыңызда айтып отырмын. Мен соңғы сөзім айтып отырмын. Жақсы ма? Бағана бері айттық бәрі. Бұдан басқа тарифін тексерейік, қалай жұмыс істеп жатыр тексерейік. Газовый акаға 500 мың теңге сұрады. Не үшін? Сол подключениесінің да, антимонопольныйдың бекіткен несі бар, подключение қанша тұрады. Оны да тексерейік. Осы комиссияның аясында сол мәселенің бәрін қарайық та, артынан бір шешім қабылдап, бұларға айтамыз, айналайындар, жұмыс істесең, мынандай жұмыс істейсіңдер, болмаса сен өзіңнің басқа қолдан іс келетін жігіттерге сатасың ба, сыйлайсың ба, өзің шешесің, бірақ қаратай. Қай күні жиналамыз? Қай күні жиналамыз? 25 ма? Жоқ, 25-те. Оңай. Біз ең басты жұмыс жүрсінші. 25 комиссияның жұмысын жүргізейік, өйткені олар тексеру ішінде өзінің тиісті нелер бар, процедуралар бар. Рұқсат аламыз, антимонопольныймен келісім аламыз, прокуратурамен келісеміз, арғатайын тексереміз. Жай жұмыс басталмай, қайтадан келіп ап, мына жерде жай бос сөзді айтып, қарап кетпейді. Келгеннен кейін сіздердің алдыларыңызда айтатын сөзіміз болу керек. Мынаны істедік. Жақсы ба? Дұрыс. Уақытта алдарыңызда активистеріміз бар, солар арқылы белгілейміз.
Сол кезде кездесеміз. 25 болады. 25 болсын. Егер 25-те де төлемейміз деген әңгімені жаңа айттым сіздерге. Төлемейміз деп ертең газсыз қалып қалмайық. Сонша қымбат қой, неменеге сонша қымбат? Келесі жиында тағы да тікелей эфир жасаймыз. Уақытын алдын хабарлап халықтың алдында тұрып, ер азамат әр сөзін саптап сөйлеу керек, салмағын білу керек. Жаңағыдай әкім жауап береді, газсыз қалсақ деген. Мен жауап берем өзімнің құқығында, құзыретімдегі дүниеге. Сіздер ескертіп отырмын. Жаңағыдай төлемей қоям, бүйтіп жүремін деп ондай ол қисыққа жатпайды. Қисыққа жатпайды ешқандай. Халықтың жағдайына қарау керек. Төлеп болғандар қайтарама. Халықтың жағдайына қарасын. Бірақ тағы да айтамын, оны дәлелдеу керек. Артық па, артық емес. Артық. Мен сіздерге қайтадан қайталанып жатырмын. Сондықтан мынау әрқайсыңыздың өздерінің жұмысыңыз бар, шаруаларыңыз бар. Бізде де шаруалар бар. Айтатын бәрін айтып болдық. Енді келесі жиналғанда осы бүгінгі белгілеген шаруаларымыздың не атқарды соны баяндау үшін келейік. Комиссияға